Сол жердегі бірнешеуін осы имам айтып кетеді. Біріншісі хуруджу даджал. Ол даджалдың шығуы. Енді сол хабарларда келгендей, бұл даджалға байланысты көптеген оқиғалар келтіреді. Ол пайғамбарымыз кезінде Абу Сойят деген бір бала болған дейді. Сол жаңағыдай баланың бойынан даджалға байланысты кейбір сипаттар көрінгендігін айтады хадистерде. Бірақ нақты ол да бір даджал екеніне белгісіз. Сол неше түрлі оқиғалар келеді. Яғни бір көзқарастарда даджал шығып қойды деп айтады. Ол жер бетінде өмір сүріп жатыр, бірақ уақытысы келген жоқ әлі. Жария болатындай, жарияға жар салатындай өзінің жаңағы нелерін, фитналарын, бүліктерін алып келетіндей уақытысы туған жоқ. Сондықтан ол әлі келе қоймады, бірақ ол жүр деп айтады. Ал енді бір топ бар, ол әлі келген жоқ, ол мүлдем әлі сол қиямет сағатында шығады ол, және ол адам баласынан болады дейді. Бір көзі